Ескастур порталында тендерге қалай баға беру керек, соны толыққанды көрсететін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз, тіркелу батырмасын басыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Біз мына жерде жарияланған тендерге қатысайық деп жатырмыз. Бітуіне 2 минут қалды. Негізі бұл тендердің жарияланғанына 24 сағат уақыт берілген. 24 сағаттан бастап кері жүріп отырады да, осының уақыты бітеді. Енді бұл жерде 40 күннің ішінде жеткізу керек деп жазылған. Сонымен қатар ескерту, осы жерге келетін болсақ, толыққанды бұл товардың доставкасы жазылатын, жеткізілетін жер туралы анық осы жерде жазылған. Мұнда қарап көретін болсаңыздар, бұл Ақтаудан ары қарай 600 километрдей алыс жерде орналасқан. Жол нашар деген сияқты заттардың барлығын толығымен көрсеткен. Себебі көптеген адамдар қателесіп, тауарды жеткізетін кезде оның алыс екенін біліп, логистика таба алмай жатуы мүмкін. Ондай жағдайлар жиі кездесетін болғандықтан осылай жазып қояды. Енді біз баға беру үшін төмен қарай түсемізді қарайтын болсақ, мына жерде бізден басқа 4 адам берген екен, 5-ші адам болып біз береміз. Біз без ендес істейтін болғандықтан ең жоғарғы баға 295 мың теңгеден жоғары бере алмаймыз. Қазір мен максималды түрде 295 мың теңгені берем. Осылай баға беріп жатқан кезде бізде шығады. Яғни сіз ұтып алған жағдайда тапсырысты 2 күннің үстінде подтвердить етпесеңіз, яғни комиссиясын төлеп қол қоймасаңыз, блокқа кетесіз деп, ознакомлен деп басасыз. Солай бағаны берген кезде жоғары жақта жасылмен шықты, сіздің бағаңыз берілді. Мына жерде төменге қарайтын болсақ, біздің IP-ның аты біздің берген баға осы жерде шығып тұр. Біз енді қазір жоғары шығамыз. Қазіргі кезде жаңағы бізден басқа конкуренттердің берген бағалары бізге көрінбейді. Енді жоғарыға шығатын болсақ, мына жерде лоттың аяқталуына сәл уақыт қалған. Бізде бітті. Енді 1-2 минуттың ішінден кейін біз төмен түсіп қарайтын болсақ, кім қанша теңгеге ұтты, қандай баға берді деген заттың барлығын біз көре аламыз. Баға берілген уақыт біткеннен кейін біз жоғарыға шығып, бір рет обновить етіп жібереміз. Не болмаса шығып қайта кіретін болсақ, на подписание у заказчика деп шығады. Яғни бұл жерде протокол шықты. Енді біз төмен түсіп, сол протоколды көреміз, кім қаншаға ұтты. Протоколға қарайтын болсақ, 5 түрлі IP баға берген екен. Кім ұтып алады, сол IP-ның аты жоғары жақта осылай шығып тұрады, победитель деп. Бұл жерде 239 мың теңгеге бір IP ұтып алған екен. Мен жоғары жақтағы IP-лардың данныйлары жазылған жерді бұлайнан жауып қойдым, көрінбейтіндей қылып, өйткені басқа бір адамдардың данныйын рұқсатсыз шығаруға болмайды. Енді осылай сіз қандай бір жағдайда ұтып алатын болсаңыз, сізге
заказчик ар жақтан қол қойғаннан кейін комиссия төлеуге жіберіледі. Сіз комиссияны төлейсіз. Қол қоясыз, содан кейін договор күшіне еніп кетеді. Бұл Эскосторда тендерге заявка берудің ешқандай қиындығы жоқ. Осылай оңай жүзеге асады. Сіз егер қандайда бір жағдаймен уақытынан бұрын тендерге заявка беріп қойсаңыз, одан кейін бүгін бердіңіз, ертең ұттым ба, ұтпадым ба, кім ұтты, ұтқан екен, соны көрем дейтін болсаңыз, жеке кабинетке кірген кезде кіріп, закази деген жерді басасыз. Закази деген жерді басқан кезде, мына жерде торги по позициям деген жерде жеңген позициялар, жеңілген позициялар деп екі раздел тұрады. Жеңгеніне келіп қарайтын болсаңыз, бұл жерде ешқандай мәлімет жоқ. Яғни сіз жеңбедіңіз деген білдіреді. Жеңіліп қалған позицияға кіретін болсаңыз, осылай шығып тұрады. На подписание у заказчика деп, яғни детали деп басасыз, ашылады, астына барып, кімнің қанша баға бергенін, сіз нешінші болып ұтылып қалғаныңызды сол жерден қарайсыз, болды.